Бердібек Соқпақбаев көшер кезде үзінді. Майлаяқ жедел өсіп середей ит боп қалған. Аяқтары сидам, үлкен жарға құлақтары салпиған, жүні тықыр. Дене бітімі қазақи төбет иттен көрі тазы тұқымына көбірек ұқсас. Майлаяқ байлау көрмей, ауланың ішінде еркін шапқылап өскен ерке күшік. Сырттан біздің қақпаға қарай бөтен адам бөгде мал келе жатса, арс-арс етіп алдынан тұра жүгіретін еді. Жоқ, Майлаяқ қабаған емес. Балалық шолжаң мінезі ұстап, тек қорқытып үркіткісі келгендей отыраңдап, айнала шауып өтеді. Кішкене балашаға болса, басынан секіріп те кетеді. Біраз күннен бері Майлаяқ бұрынғы еркін өміріне зар. Үйді, малды сата бастағалы, біз оны шынжырлап қоятын болғанбыз. Себебі, ауылдан Алматыға көшетін болдық. Байлап қою себебімізді өзі түсінбейді әрине. Менің не жазығым бар? Неге байлап қойдыңдар? Дегендей балаша жылап, қыңсылап аяғымыз қоралады. Жалынып жалбарынғандай болады. Тап бүгін бір сұмдықтың болатынын Майлаяқ енді сезді. Таңертең итаяққа құйылған асты ішпей, легеннің шетінен тұмсығымен қағып, төгіп тастады. Сосын шоқиып отырып алып, тұмсығын көкке созып, ұлуға кірісті. Дәл бір басына күн туып, зарланған адам тәрізді. Әй еркін, мына ит біздің бүгін кететінімізді біліп, соған ұлып отыр. Өзін бірден етіп алып кетсек қайтеді? Жамалыммен қатар туған ит еді, дейді әйеліміз Ағипа. Майлаяқтың зарлы даусы оның көңілін босатып жібергендей. Итімді мен де қимайым. Бірақ қалай әкетеміз? Пойызға бірден етіп мінгенімен, Алматыға барған соң өз үйіміз жоқ, қайда ұстаймыз бұны? Әбекең келем деп еді ғой, сол кісіге аманат қып тастап кетеміз. Қорғылмайды. Әбекең осы ауылдың қойшысы, жақсы адам. Майлаяқты маған бер деп өзі сұраған болатын. Таңертеңгі шайымызды ішіп бола бергенде Әбекең де жетті. Сүйікті итімізді тіліміз жеткенше аманат етіп тапсырып жатырмыз. Қолына жарты табанан ұстаған Әбекеңді байлаулы Майлаяқтың қасына ертіп келдім. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп салып, басын аяқтарының үстіне қойып, бір түрлі ойға батқан секілденіп, сұлық жатқан. Біздің не оймен келе жатқанымызды сезгендей, зып беріп қасындағы тақтай үйшікке кіріп алды. Майлаяқ, шық бері. Шықпайды. Майлаяқ, келе ғой. Бері шығу орнына үйшіктің түкпір жағына тақала түседі. Майлаяқ, қазір бізге машина келеді, біз кетеміз. Сенің жаңа иең, міне, мына кісі, танып біліп ал. Майлаяқ, мә, жей ғой деп, Әбекең қолындағы нанды үйшіктің аузына алып барды. Қыбыр еткен Майлаяқ жоқ. Ақыл дейді, біліп жатыр. Біз кеткен соң, Әбеке, өзіңіз бірден етіп, көңілін табарсыз Майлаяқтың.